Ал құрметті достар, мынаны қараңыздар, қандай маған подарок келді, фруктовый корзина. Сәл качестволарын жіпсіп. Енді мына жақта ең басты сыйлықтар қараңыз. Таиландқа путевка және де ақшалай 300 000 теңге сыйлық. Шынымен алғыстан басқа еш нәрсе айта алмаймын. Және де мынандай клубника шоколаде жеп, ішінде бананы бар, смородинасы бар. Қолдаушыларым, айналайын сіздерге көп рахмет. Шынымен басым дейдім сіздерге. Мынау енді потолок болды. Расымен потолок болды. Рахмет, алғысым шексіз. Ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгін эфирге осындай керемет сыйлық келді. Мә, негіз ашып көрсетпесім болмайды бұны. Apple Watch осындай сыйлық келді. Күшті, алғысым шексіз сіздерге. Қалай рахмет айтсам болады сіздерге. Мына кісілер. Және де халық ханзадасы деп осындай төсбелгі жетті. Енді ханзада болмасақ та осындай халықтың ханзадасы болады. Бөлексің. Үйсіп тақ қойып жүрейінші. Барасың ғой? Деп қойшы. Қалай әдем ма? Күшті сияқты. Одан да басқа мына жерде киімдер кепті сіздерге. Спортивка бар екен. Басқандай киімдер бар екен. Сіздерге мың алғыс. Басын дейіп рахмет етем сіздерге. Қарап күтіп отырғаны. Қашан береді деп. Үйчәнем аузын ашады. Қазір енді барлық балаларда инфекцияны, тұмау сияқты бір грипп ба бір нәрсе жүріп жатыр. Гонконгский грипп деп неше түрлі аттар шығарып әмді. Ана күні бір сестренкам больницаға барды. Инфекционныйда вообще орын жоқ та, тура біздің үйдің артында апорт жақта инфекционный больница бар. Коридорында адамдар жатыр. Коридорында даже орын жоқ. Осындай кезде баланың иммунитеті дұрыс болмаса, бала сондай қатты ауырып қалуы мүмкін. Ол пневмония, ары қарай неше түрлі вирустар асқынып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде баланың иммунитетін көтеру керек. Ол үшін біз бэби-марин береміз. Баланың бір жақшы бір аузын ашып отырған көрдің ба? Қазір бетін стикермен жауып тастаймыз, енді көре алмай қаласыздар. Бүйтіп отыр ғой. Леп отыр ғой жаным. Потому что дәмді и пюре сияқты жасалған, қараңыздаршы мына ішін. Пюре сияқты жасалған іші. Блендерден өткізіп, балаға қалып қалады деп уайымдамайсыздар да, бере бересіз. И дәмі сладкий болғаннан кейін балалар жей береді. Бірақ құрамында ешқандай краситель, ГМО жоқ, бұның құрамы пол. Османчики берейін деп жатырмын. Мынау біздің үйдің басты несі, витамин жегіші. Мынау қолын созып отырып бер деп. Қалай саған вообще? Өте ұнайды. Бұл да бір не ғой? Бөпе ғой? Жасы 20-ға келсе де. Сон, ас болсын. Османтай отыр, қолын созып маған да бер деп. Ал енді деп түсірейін деп атсам, ол қайттан жеп отыр ғой. Маған ұяты жоқ, бітіретін болды баланың витамин. Жарайды, бір қасық жарайды. Реч қағанша. Қарны аштау деп бағанан бері отыр еді.